Бәріңе сәлем. Бүгін бізде жаңа влог. Мен қазір универге бара жатырмын. Бүгін 28 декабрь. Далада 15 градус жылы. Күшті болып тұр ауа райы деген. Магазинге барып, перекусқа бір нәрсе алып алғым келіп тұр. Вот. Қазір бірге барамыз. Мына магазинді уже қанша рет көрсеткен шығармын сіздерге. Қазір осы жерден бір нәрсе таңдап аламын. Обычный су алғым келіп тұр. Оның бағасы 225 лира. Ол где-то 50 теңге. Прикиньте. Сосын осындай алғым келіп тұр. Бұл жерде бізде 20 лира, ол где-то 350 теңге ма сондай. Чипсыды осымен алмастырайын деп жүрмін. Пока плохо получается. Қазір метроға бара жатырмын. Метромен барамын универге. Үш остановка тез барам, прям 10 минутта ма сондайда барам. Әртүрлі фоттар бар. Бүгін біз фен факультетінен көреміз. Яқта мотобайктар да қойып қойған. Не только машинаның парковкасы, но и мотоциклдің парковкасы бар. Мына жақта халық банктың банкоматтары бар. Мына жақ сыртта демалатын жер. Мынау асхана. Мен қазір сабақ асығып бара жатқандықтан кірмеймін пока. Қазір енді ана жақта қанша апта бойы лифт істемеген. Бүгін істейтін шығар деп үміттенемін. Сабақ ең жоғары этажда болады, поэтому мына жақта лифт күтіп тұрмын. И лифт қайта-қайта адам көп болып кетіп жатыр. Мынау іші. Біздің сабақ болған аудитория. Қазір мен сіздерге сырттан видті көрсеткім келіп тұр. Қандай күшті вид ашылады. Қараңыздар мына жаққа. Енді мына жақты көрсетемін. Бізде теңіз, мәрмәр теңізі. Мына жақта трамвайлар тоқтап тұр. Мынау атақты базар Лалали. Біздің универ тура осы жақта орналасқан. Универдің іші бізде осындай. Корейский мектептерге ұқсайды. Мен көбінесе дорамалардан көргем. Және бір қызық нәрседен қазір мысық көрсем түсірем. Мысықтар жүреді универдің ішінде. Прям спокойно аудиториялары кіріп жүре береді. Бізде сыртқы жақ. Отырып, скамейкалар бар. Отырып, дайындалуға, тамақтануға, демалуға арналған орын десек болады. Міне, мынау менің университетім. Лукозыдай көрсетіп. Осындай қара кофточка. И қара шалбар. Осындай диванчиктар бар. Мына жақ бөлігінде лифт жоқ, поэтому лестницамен түсуге тура келеді. Видтары деген просто айта алмаймын. Ой жақтан қарасаңыздар. Күшті. Анау көп тұрыстар ма? Сол Сұлтан Ахмет мешіті. Тура біздің универдің қасында. Сосын мынандай автоматтар тұрады. Снектермен ішінде. Классно. Куртка киіп алдым, но куртка менде ыстық дала. Просто мен Алматыдан келерде ешқандай киім алып келмеген ғой Стамбулға. Шопинг жасайын деп. И маған да ұнайтын киімдер табылған жоқ. Даже мен пальтомды тастап кеткен ғой. Мұндай погодада күшті пальто киюге болады еді. Мен мына жақта өзіме ұнайтын пальто да тапқан жоқпын. Алматыдан алдырған жоқ, қайтам ол. Вот.
Мына лифт бар. Бұл тек мұғалімдерге арналған. Репеттер ғана осымен жүре алады. Ішінде олардың ID карталарымен ғана жүріледі. Мына жақта күшті кафешка бар. Универдің тура қасында. Мына кісілер өздерінің лифттер бар. Расында мына жақта еще майысып қалған ғой. Вазыздап жүре берген. Мынау мрамор майысқан ғой. Мраморды майыстыратындай количествода адам жүргенін айта алмаймын. Мраморды майыстыратындай енді білмеймін. Мынау сырты. Осы жер ең жақсы көретін жерім. Күшті жер. Мына жақта вот міне мысық жүр. Сабақ оқитын орындар бар. Мына жаққа біз ID-мізді көрсетіп қана кіреміз. Біз сияқты турникет жоқ. Күзетшілер тұрады, сол кісілерге біз ID көрсетеміз. Мына жақта бізде ремонт жасап отыр. Күшеткалы төсеп отыр ма қайттан? Ойбай. Наққа не болып кеткен? Мен қалай шығам? О май гад. Мен шыға алам ба бұлай? Шыға алмаймын мен бұлай. Бұлай шығайын. Мына жаққа ремонт жасап отыр екен ғой. Мынаған қарасаңыз декабрь далада негізі достар. Нақым ойнағым келіп отыр. Отырам, стоп. Міне мынау атақты Лалалейдің базардың көшесі. Көп базарлар. Ол жақта ең атақты орналасқан. Көп адамдар ол жақтан келіп киім алады. Но маған, если честно, вообще ұнаған жоқ. Скажу вам по секрету деп па? Түк жоқ. Универ мне. Мен Стамбульский университетте оқимын, әдебиет факультетінде. Мына жақта трамвайлар. Оған да отырып көрсетем. Жеңіл киінейін десең, курткасыз жүргаппен шығайын, сен жел қатты болып. И поэтому лучше ыстықтайын, чем тоңғанша дейін. Базарлары осылай. Көрсетіп шығайын. Кішкентай бутиктардан құралған барлық магазин. Көбінесе оптом жатады бұл жақта. Ауа райы күшті болып тұр. Еще қыс болғаннан кейін. Далада туристар азырақ, жазға қарағанда. Магазиннен осындай халли сатып алдым. Кішкене перекусқа деп. Мен универдің бері жағы деп айта берді дейма. Қойды односторонний көшелерге, либо машина өтпесін деген жерге. Мынау атақты район Фатих. Шопинг жасағыларыңыз келсе, о жаққа да келіп қарасаңыздар болады. Деп шопинг тура кеткен ба? Солай, короче. Фатихтың мешіті. Үйге бара жатырмын. Мына жақта магазинге келіп, алмұрт алғым келіп тұр. Алмұрттар дәмді прям. Мына жақта банан алғым келіп жатыр. Алмұрт саған қой. Заттар алдым, кішкене үйге перекусқа. Қазір сабақ оқимын, сабақ өтемін. Сағат уже 6:30 болды. Кеш бірталан жып-жылы болып тұр. Түрмен тұр қамаған ғой. Шопинг жасаған оны қолымда ауыр пакет тұр, камера сап керетін қолымда. Қанша 3 сағат па шопинг жасадым. Сабақ болады, соған жаққа снеки дайындап қойдым. Мынау сүт клубничный, мынау жаңа алған алмұрт сыртын тазалап қойдым. Мынау универге бара жатқанда алған бағанағы дәнектер. Қазір машинкаға кіре салуға келдім. Мына жақтан ашуға ғой.
Nani qo'shamiz. Потом, окей. И содан keyin naran salamiz. Сушилка. Davada dekabr. Bugun 29'mi? Böyle 28'i. Men keldim, men jurim İstanbulda. Hozir biz magazinga borib o'tiribmiz, produkt olishga. Bu yerga pomidor olamiz. Üzerinde eski afşalar var. Olsun diye afşa aldım. Бірінен жетпей қалды сияқты, так что бар қазір қайттан тағы бірінен алайық. Обычно менің күнделікті көріп жүрген супермаркетіміз. Егер сіз Турцияда болсаңыз, Турцияға келсеңіз, шок деген супермаркетке келіңіздер, осы мен алып жүрген шок. Бұл жақта бағалар арзан, обычно магазиндерге қарағанда. И поэтому сіздерге бір пайдам тисін, шокқа келіңіздер. Kasada bir şey ister misin? Сәлем, бүгін келесі күн біз яхтаға келдік, потому что менің скоро туған күнім, и туған күнімді яхтада қарсы алғым келеді. Үшін университеттегі аудиториямыз, мына жақта микрофонмен, так микрофон болған апайым. Стамбул университетіндегі аудиториямыз. Осындай, и мына жақта өте күшті вид ашылады терезеден. Бұл жақта жөндеу жұмыстары жатыр, жолды қазып жатыр. Негізі бұл жақтан трамвай өтетін. Жоқ, мынаяқтан өтіп жатыр ол. Универдемін. Терезеге қарап тұрмын. Вообще күшті. Мына гүлді өзім жинадым. Үйге барып бәрін босап туға сап қойғам ғой. Сосын фотосессия дегеннен кейін жинап шыққан. Енді асығып жинағаннан кейін тез былай біреу көрінбей, біреу ішінде қалып жетті. Әдемі басылып қалды розалар. Отырдым. Адамас, кайф, күшті, су күшті болып тұр. Қараңыздар, мынау үйдің арғы жағында Корхандардың особнягы бар. Вот. Мост.
кезінде мына есіктер ашылады. Бірақ остановка жүреді өзі. Таксимға. Капотаж таксим арасында. Таксим мейданынан шықтым фуникулердан. Қазір үйге бара жатырмын. Мен үйім таксимнің арасында.